Жаңызға бүгін мен сіздермен ерекше беляшидің рецептісімен бөлісетін боламын. Беляшиді еттің сорпасына жасайтын боламыз. Еттің сорпасын төгіп, оны ысырап болуының қажет жоқ. Неше түрлі бауырсақ, осындай беляши пирожкилерді жасауға болады. Сүттің орнына қолдансаңыздар, өте дәмді болып шығады. Сол үшін мен осылай жасап көруді ұйғардым. Еттен қалған сорпаны ешқашанда төкпеймін. Дәл осылай бауырсақ, пирожкилерді жасаймын. Біздің беляшиімізға сорпамыз жылы болу керек. Үстінен қалаумен сары май салдым, дрож, кішкене сода салдым уксуспен, және де ұнды, тұзды мөлшеріне қарап салыңыздар, өйткені ет сорпаңыз тұзды болса, оған тұзды қосудың қажет жоқ. Дәл осылай ұнды салып, ақырындап өзі қолға жабыспайтын қамыр болу керек. Дәл сол қолға жабыспайтын қамырды жасасаңыздар, кез келген пирожкида, бауырсақта, осында беляшидің да қамыры өте дәмді болады. Өте жұмсақ, өте үлпілдеген. Қазір қолым жабысып тұр, енді міне қамыр мүлдем қолға жабыспайды. Дәл осы состояниеге дейін жасасаңыз, қамырларыңыз өте керемет болып шығады. Өте көп ұнды қосудың қажет жоқ. Жаймен салған кезде осылай білінеді. Қамырдың бетін пищевой пленкамен жауып, жылы жерге орап қою керек. Мінекей қамырымыз осылай өте биік болып, өте жұмсақ болып көтерілді. Енді бұл қамырымызды бөлшектерге бөліп, беляшидің, пирожкидің қамырын жасап аламыз. Формаларын қалаған өз еркіңізбен жасасаңыз болады. Мен бірісін ұзындау, бірісін домалақ қылып жасадым. Осында біркелкі домалақтарды жасап, беляши жасайтын боламыз. Беттері қаясып қалмас үшін бетін жауып қою керек. Мен фаршты міндетті түрде қуырып аламын, пиязбен бірге. Өйткені оттың үстінде піскен кезде бізде 5 минут қана піседі. Сол үшін ішіндегі фаршы піспей қалып шикі болғанша оны қуырып алған абзалырақ. Міндетті түрде қуырып болып саламын, өйткені ішінде шикі болып қалмас үшін. Екі түрін көрсеттім. Қалағандарыңыз бойынша жасасаңыздар болады. Қызып тұрған майға жақсылап қуырып аламыз. Кез келген пирожки, бауырсақ, осындай беляштарды қатты қызып тұрған отқа пісірмеңіздер. Оны шамалы орташа отта пісірсеңіздер, ішіндегі начинкасы да жақсы піседі, сыртта қамыр да қатты күйіп кетпейді, және де жай баяу отта ол өзінің ырғағымен әдемі болып піседі. Неке бұл домалақ беляштарымызды да дәл солай орташа отта астын, үстін жақсылап пісіріп аламыз. Қатты отқа салсаңыздар, ол сразу күйіп кетеді. Сол үшін баяу отта пісіріп аламыз. Неке біздің беляштарымыз дайын болды. Сіздерге де ұнаған деген сенімдемін. Назарларыңызға рахмет.